тарих оқимыз. Вот. Короче, достар, менде уже сағат примерно бізде 6-дан 3 кетті. Енді тышыр уақыт 6-дан 3 кетті. И уже біздің ауызбек кеткенімізде примерно жарты сағаттай, уже 1 сағатқа жетер-жетпес уақыт өтті. И мен прям мұрным қатты бітеліп жатыр да. Сол жағы мені қинап жатыр. А так 6-ға дейін жүру маған ерунда. Но мұрным бітеліп, жынымда шығарып жатыр, короче. Вот соны айтайын деген. И даланы қараңыздар. Короче, достар, мен уже боянатын боламын, потому что мен мектепке где-то ерте баруым керек. Поэтому боянамыз. Қазір сағат бізде уже 7-ден 10 кетіп жатыр. Бірінші бетімізді увлажнить ету үшін осындай SPF-ті жағатын боламыз. Короче, мен SPF-ті жағып алдым. Вот. В общем, осылай жағып алдым. Енді бұны терге сіңдіреміз. Қызып, бетке тоналка жағатын болғаннан кейін, тоналка консилер жағатын болғаннан кейін, бет увлажнить етіп тұруы маңызды ең бірінші очередте. Короче, бізде пәске түсіріп аламыз ең бірінші. Біз далада прям қатты қар жауды да. И бізге негізі ақпанның соңына дейін ғана шалбар киюге рұқсат берген ғой. Бүгін прям қатты қар жауды. И типа шалбар киіп барамыз мектепке. Білмеймін, мынандай суықта юбка кигенде тексеретін болса. Еще бізде бұл аптада прям ашық сабақ мерекелер өте көп. Мен, короче, қастарымды болдым. Типа мен осындай тоналка сатып алған болатынмын жаңадан. Енді біз осыны жағатын боламыз. Ең бірінші қолымызға вот осылай жағып аламыз. Осы жетеді. Кстати, келіп жеткен ораза барлықтарыңызға қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Менде осы қашан кешеден бастап ораза ұстадым. Негізі 1 наурыздан бастап қатты ниет еткенмін ұстауға. Но 1 наурыз почему-то үйдегі мамалар да кештірді, папа мамалар да. Содан кейін уже мен олар өз кеш тұрғаннан кейін, бұл тамақтан ішті да мені тұрғызуға уақыттар болмапты. Негізі мен де сол кезде будильникқа қойғам, но будильник что-то телефон өшіп қалғанда, короче, заряды. Содан кейін тұра алмай қалдым. Енді 1 наурызда ұстай алмай қалдым ораза. Ештеңе етпейді. Осы не беткеннен кейін барлығын вообще не істейтін боламыз. Вообще болғанда сол бір күндік қарызымды өтейтін боламын. Құдайға шүкір, мен қиналмай тұрып жүрмін сәресіне. Кеше де уже қиналмай тұрдым да. Енді бүгін де легкий тұрдым. Енді будильникпен тұрам ғой. Бірақ все равно легкий тұрдым да. Көзім будильник соғады, будильникті өшірем, көзімді ашам, уже оянып кетердім да. Теперь көзіме осындай тенейдің ашық түсін. Примерно осы түсті қазір көзіме жағатын боламын. Енді душ жағатын боламыз. Енді бізде соңғы этап осындай помада. Короче, мен сәресіне айттым, баны қиналмай тұрып жүрмін дедім. Бұл менің 2-ші оразам, 3-ші болу керек, но 1-ші наурыз тұра алмай қалдым. Оразаның алғашқы күнінде, менің бұл 2-ші оразам. Ал подругаларым менің лучший подругам бүгін ұстап жатыр оразаны. Ну, не знаю, мен өзім көрдім, что шыдай алады екен. Енді бүгін су алып кетемін үйден. И мектепте сонымен дәңгіл уақытында ашамын. Подругаларым уақытынан кешіктіріп ашады екен. Алайсың. Дәңгіл уақытында ашамын. Қараңыздар, красотка бола. Вот, мен енді шашымды реттеймін. Вот, конец, результат. Бағана басқа да кеттім деп ше. Вот. Красотка. Короче, уже бізде сағат 2-ден 18 кетіп жатыр. И біз мына жақта мына бөлмеде дайындалып жатыр. Қыстаудың барлығын жеке-меке қылып.
қазір процесті көрсетемін. Короче, сіздерге мастер-класс. Салфетканы былай саласыздар. Егерде қонақ келіп жатса әрине. Өйстіп тез оны жайып аласыздар. Осылай. Потом ортасынан бүйтіп аласыздар. Ой, татыңдар. Өйстіп саламыз. Бізде осылай болып шығады. Типа осылай. Енді қоямыз. Мына жақта бокалдардың барлығын тура осылай қылып істеп. Достар, мен мектепке кететін болғанмын, екінші сабаққа мен осылай киіп алдым. Осындай джемпер и кофта, потом осындай шалбар киіп алдым. Негізі думаю, что на кофтаны топқа ауыстырсам ба деп, потому что мынандай үйлеспей тұрғандай да, ладно, бірақ. Бүгін дүйсенбі, бірінші күн еще бүгін андай линейка болуы мүмкін да. Оқушыларды грамота беріп, соған, короче, әдемі болып тұру керек. И так-то негізі юбка ки деген, мен шалбар. Мен шықтым, мына шапканы мына бермеңіздер, потому что жел болып тұр да, и мына тағып алу керек болды. Сағат бізде уже 45 кетті, бірінші сағат бітті, точнее, мен енді екінші сабақ 50-де басталады, соған үлгеруім керек. Короче, достар, бізде екінші сабақ алгебра болады, и мен алгебрада отчимын. Боташ, бір қараш. Бір қарсай, аржан қаш. Боташ, бір қараш. Біз короче, қазақ тілі болып жатыр, и бізге мына тапсырманы бердім. И потом ойбай, 5-ші тапсырманы берген болатын, и мен соның 3-ші тапсырмасын қойдым. Короче, достар, мен уже үйге келдім. Мен сіздерге мектептен шығып бара жатқан кезде видео түсірем ба деп ойлағам. Но телефон заряды өшіп қалды. Сөйтіп телефонды уже 100% қылып алдым. Четкий қылып, енді мен қазір үйде отырмын. Үйде еще қонақтар бар. Бағана уже примерно бір 20 минут бұрын тола ыдыс-табақты жуып, уф деп отырған жайым бар. Енді мен сіздерге сол түсіріп тұрмын. Сонымен үйге келдім. Ал достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер де осы жерге дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма лайк басып осы видеоға, және менің каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Ал менің видеом аяқталды. Егер де осы влог ұнаса, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да басқа да қандай влогтар түсірейін, және де қандай челлендж, қандай видео түсірейін, міндетті түрде комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока.